Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді арнасы. Бүгін біз қауыннан джем дайындаймыз. Алдымен қауынды осылай қабығынан тазалап аламыз. Тазаланған қауынды осындай кішкентай бөлшектерге бөліп турап, оны блендердан өткізетін боламыз. Енді блендердан өткізілген қауынды видеода көрсетілгендей бір ыдысқа құйып, салмағын өлшеп аламыз. Менде 500 граммнан аса қауын шықты. Енді қауынымызға оның мөлшерінен 2 есе аз көлемде қант қосамыз. Яғни мен 500 грамм қауынға 250 грамм қант қосам. Енді бәрін жақсылап араластырып аламыз да, оны отқа қойып бір қайнатып аламыз. Джем қайнаған соң, оны баяу отта тағы да 5-10 минуттай ұстаймыз. Джемді қайнатып болған соң, оны оттан алып қоямыз. Қауынды сабын осылай жалпы 4 рет қайнатамыз. Мінеки видеода көріп тұрғандарыңыздай, банкаларды стерилдеп, қауыннан жасалған джемді 4-ші рет қайнатып жатырмын. Әр қайнатқан сайын джем осылай сәл отырады. Қауын джемі дайын болды, енді оны дайындап қойған банкамызға құямыз. Қауын қарбыздың піскен уақытында міндетті түрде осы оп-оңай рецепті пайдаланып дайындап көріңіздер. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Джем дайын, астарыңыз дәмді болсын. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріскенше!